Assalomualaikum do'stlar. Үй бар ғой, жаңаөзен сонда үйлер бар ма? Мысалға қараусыз қалған үйлер болады ғой. Ешкім қоныстанбаған, анда түнде келуге болады, күндіз келуге болады. Сондай қорқынышты жерлер бар болса, осы видеоның астына комментарийға қалдырыңыздар пікірлеріңізді, сосын шын комментарияларын қалдырың. Одан кейін біз соны зерттейміз, қандай құбылыстар бар екен, андай елес сондай заттар болады ғой, сондай достар. Соған байланысты сонда видео түсірейін деп жатырмық достар. Қандай заттар бар, қорқынышты заттар, үйлер, соны осы видеоның комментарийіне қалдырып, келесі видеода сосын сол үйге барып видео түсіремін достар. Кім менімен барады, сол видеоның астына лайкты бассын, комментарийға қалдырсын пікірлерін. Достар, менде 111, рахмет достар, 111. Давайте достар, 120-ға жеткізейік. Сосын 120 немесе 150, 200-ге жетсе, достар, мен сізден кешірім сұраймын, ұялып отырмын. Неге 100 подписчик деп айттым, негізі көбінсі маған деген дизлайк басылып жатыр. Ең көп қаралған видеомды білмеймін, әйтеуір кеше ғана видео шығарып едім, боқтаған ба біреу, боқтамаған бір жаман сөз айтқанда. Достар, қысқасын айтқанда, сол үйге барып видео түсір десеңіздер, плюс немесе минус қойып кетіңіздер. Одан кейін достар, менде бар ғой, сұрақ жауап түсірейін ба, соны екі жаңағы достар, ержан түсті. Сұрақ жауап түсірейін ба, соны айтыңыздар, комментарийға қалдырыңыздар пікірлеріңізді. Түсір десеңіздер, онда лайк басамыз. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Нұрбол KZ. Аман, сау болыңыздар. Маған тіркеліп отырайық.